Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалады және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктердің болжауына сәйкес, желтоқсан айының температура төмендеп, қар жауы мөлшері артады деп хабарлайды aisha.nasu.kz тілшісі turkistan.gt жасап. Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Қар жауып, желдің жылдамдығы 15-25 метр секундқа дейін күшейеді. Оңтүстік шығыстағы таулы аймақтарда қалың қар жауып, тұман түседі. Бұрқасын күтіледі. Ал республиканың батысында және солтүстігінде ауа райы жауын-шашынсыз болады деп күтілуде. Республиканың батысында түнде -13, -23 градус, күндіз -5, -15 градусқа дейін. Солтүстік және орталықта түнде -25, -33 градус, күндіз -12, -25 градус, шығыста түнде -25, -37 градус, күндіз күні -17, -23 градус, оңтүстік және оңтүстік шығыста түнде -10, -22, күндіз -3, -13 дейін ауа температурасы төмендейді дейді хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.